Бес деректі осы параққа жазасыздар. Бірінші, бізде Қадыр Мырзаева 1935 жылы 5 қаңтарда Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Ол біріншіден, әрі ол ақын, халық жазушысы. Және де Қадыр Мырзаева қазақ жырының қадірі деген атаққа ие болған. Қызыл кітап бойынша бұның тарихы бай және талдап келеді. Молодец. Так, беседа болған оқушыларға бізде қазір Қазір. оқушыларға бестігімен қағаздар беріп отырады. Және соңында сол қағаздарды анықтап, соны бағалайтын боламыз. Так, келесі кім оқиды? Біржан болды ма? Аға ғой. Қадыр Мырзалиев 1935 жыл 5 қаңтарда Орал облысында дүниеге келген. Ақын біраз топтамаларды бірнеше тілге аударған. Және де Қызыл кітап бұл 1902 жыл Парижде басылды. Және де ол алғаш рет 1963 жылы жарық көрген болатын. Қызыл кітапта әртүрлі түсте берілген. Молодец. Алғашқы оқыған үш оқушыға берейін. Келесі кім оқиды? Жалпы сендерге сұрақ оқушылар, көркемдегіш құрал дегенімізге қандай көркемдегіш құралдарды білеміз? Бұл көтеп жауап берейік. Аға, жалғас. Метафора, эпитет көп қой негізі көркемдегіш құралдар. Көркемдегіш құралдардың ақындарға қолдану себебі белгілі бір мысалға өлең жырға қосатын болса көркемдегіш құралды ол өлеңнің мағынасымен сиқын беріп тұрады ғой Жарайсың. Жақсы, жалпы құбылту мен айшықтау дегеніміз не? Оның қандай айырмашылықтары бар? Несібелі? Құбылту, айшықтау? Құбылту дегеніміз ол құбылту шығарманың ішінде құбылыстардың құбылтуға түскендегі көркемдегіш құралдарды айтамыз. Ал айшықтау сол шығарма немесе поэма өлеңдер ішінде белгілі бір ақпаратты айшықтап тұрады көркемдегіш құралдар. Мысалы, құбылтуға қандай түрде жатқанымыз? Неге жатқанымыз құбылтуға? Топтар, қандай топтар жатқанымыз? Тағы, эпитет, ал айшықтауға алмастыру, Ассонанс, ассонанс, литерация. қайталау, иә? Жақсы, кеттік, ары қарай жалғастырайық. Жалпы бізде бірінші тапсырма Қызыл кітап поэмасына берілген үзінділерді пайдаланып, автор қолданған көркемдегіш құралды табасыңдар және автордың стиліне талдау жасайтын боласыңдар. Топпен тезірек орындайық. 3 минут уақыт беріледі. Осы берілген үзінділерді пайдаланып, көркемдегіш құралды табамыз. Топпен орындаймыз. Топпен. Сендерге мына жерде поэмадан үзінді берілген, яғни бұларды эпитет пе, риторикалық сұрау ма, қайталау ма, көркемдегіш құралдың қызметі қандай, сол туралы жазасыңдар. Екінші болған екен. Тапсырмамызды орындап оқып бастай ой. Поэмадан үзінді. Кеткен жоқ па азайып ерлігіміз, кеткен жоқ па жоғалып мәрттігіміз. Бұл жерде бізде риторикалық сұрау болып тұр, жерде қайталау қолданып тұр. Келесі, талай темір көктасқа қайырылды, талай тәңір сенімен айырылды. Бұл жерде қайталау болып тұр, яғни талай деп. Одан кейін қызыл кітап тірі жан тимесін деп хайуанатқа берілген қызылмады. Бұл жерде эпитет қолданып тұр. Кешіре гөр біздерді әуре көл, кешіре гөр біздерді күз келі дегенде эпитетпен қайталау бірге қолданып тұр. Жалпы сосын бізде көркемдегіш құралдардың қызметі ақын қайталау, эпитет құралдарын қолдану арқылы поэманың көркем реңкін ашып тұр. Молодцы. Анаура, басында келді ғой, қайталайды. Анаура, Ага, келесі стоп. Қалған ұлдар қалаймыз енді.
Жоқ, ана бүкіл бөлімін қарап шықтыңдар ма? Басқа бөлімдерге қарап. Аға бастап отыр. Üzüm tavuğu bol bol Жайбас. Жоқ, ана ішіне қарап. Üzüm tavuğu bol bol aynalarına karşı Bugün yüzüm karşı ölüpten ketken жоқ па ерлігіміз кеткен жоқ па жоғалып мәрттігіміз адаммысың сен өзі мейірімді адаммысың сен өзі қайырымды момын құсап жігіттік азаттық қалған жоқ па көңілім ішімізде жер жоғалса не болмақ білсек керек ел жоғалса не болмақ қасиеттік бұл жерде рекорд сұрақтар бар ерлігіміз мәрттігіміз деп және де еске қайталаулар яғни басында кездеседі кеткен жоқ па адаммысың деп және де бізде эпитет бар мейірімді қайырымды деп және де гипербола бар яғни мамыт ұқсап әсірелеп деп және де бізде ассонанстар бар яғни біріншісі дауыс дыбыстардан Жақсы. Келесі қайтып болды. Екі топқа бірден соңға берілгенсіз. Молодцы. Так, келесі енді біз бір секрету сәтін жасап алайық. Секрету сәті мынандай. Әр топ өзінің тобынан бір оқушыны шығаратын болады. Яғни тыңдаймыз. Бірінші құжатында болайық. Бір оқушы шығады, ол оқушыға мен нақты көрсетіп тұратын боламын. Амина. Ол оқушыға мен сурет көрсетіп тұратын боламын. Сол оқушы тобына сөйлемей қимыл іс әрекетті көрсету арқылы тобына сол сөзді түсіндіретін болады. Яғни бір минуттың ішінде қанша үш сөз біледі, қанша уақытта сол сөзді жылдам қорып керек. Жылдам көрсететін. Уақытқа уақыт қосылады, жылдам көрсеткен сайын уақыт бойынша шашырып болады. Мысалы, бір оқушылар бұл сөзді жылдам көрсетеді. Бірінші қай топ? Сөз сөйлеуге болмайды, іс әрекет беріңдер. Примерно қандай зат айтпайды? Бір, екі, айтпайды ештеңе. Сөйлеме. Сөзді ойлайсың. Жобарыз. Көрсете берсе. Келесі бола ма? Бұл. Қалуан дейді ғой. Сөйлеме. Отырып аласыңдар. Дұрыс. Айтпа бір Так, 2 секунд. Келесі. Сәл мерзім өбіресің. Ойлайсың ба? Так, бірінші сөз. Қос. Дос келмеді вот. Келесі көрсе. Базар. Мен соң сөз. Құрбан айт. Қой, айтпасаң. Енді біз айтқандай сендерді түсіндіріп. Так, келесі. 5 минут уақыт берген. Шығармашылығын оқысайық. Қарындас бар ма апай? Қарындас бар ма апай?
не знаете, полнопейсен. Кому-то понятно. Я она махранеге жүріп алып Біріншінде, ал бізде бүгінгі өзіміздің идеямыз бойынша қазіргі азайып бара жатқан мотивациялары азайып кеткен адамдар жаздық. Яғни кез келген мақсатқа жете білу үшін соңына дейін тұра алатын адамдардың саны өте аз. Бірінші, сол біздің нәтижеге жету үшін, мақсатқа жету үшін барлығы бізде қадамнан басталады. Ал одан кейін біз қадам басамыз, қадамды біз ниет арқылы басамыз. Яғни осы кейбір адамдар осы қиындықтан сүрініп қалып жатады. Яғни қанша өзінің арман мақсаты бола тұра, осы кішкентай ғана сынақтан сүрініп жатқандықтан олар нәтижеге жете алмай жатады. Сондықтан сүрінбей өз мақсатымызға, арманымызға жетелей білуіміз керек. Молодцы. Жоғалып бара жатқан мотивацияға жоғалып кеткен адамдардың мотивациясын жазған екен, иә? Керемет идея. Молодцы, бірінші топ. Мен сұрақты ашамын. Басқаларымыз тыныш отырамыз. Дұрыс жауап берсеңдер 10 ұпай біледі, қате жауап берсеңдер ұпайдан айырыласыңдар. Ой, а ты жоқ ұпайдан. Болды, тыныш қана. Болды. Бірінші сұрақ. Ақынның шет ел тілдеріне аударылған шығармаларын атаңыздар. Шет ел тілдеріне аударылған шығармалар ғой? Қазір Мырзалин ба? Иә. Не емес па бәрі? Айтпайсың. Айта берсін, жауап бере берсін. Кітаптар қарамыз. Жауап берсеңдер. Табиғат тойы. Растеницы, бессонница, белая юрта, соловьиный сад, степные пути, твой дом, бежевая стена, күміс қоңырау, қырғыз тілінде алапат. Келесі Санап отырыңдар ұпайларыңды. келесі сұрақты ашамыз. Давайте бүйтейік, қай топ сразу жауап береді. Мен сұрақты ашамын, көпірі жауап береді, қолын көтереміз, иә? Шулап жауап айтпаймыз бірінші. Келесі сұрақ, ақынның драма шығармалары атаңдар. Қолы кеп. Шолпан бірінші қолы. Сақан саудасы, түрк сайтаным, түрк қасқыр қақпан комментиялары бар. Жақсы. Екінші топқа 10 ұпай беріледі. Келесі, ақынның табиғат лирикасына арнаған шұбарын атаңыздар. Ақшақар, Амалин, екі көктем, той жыры, Мауыл, табиғат тойы. Жақсы. Жақсы, 10 ұпай беріледі. Келесі кезеңге өтейік. Келесі кезең. Сұрақ. Қызыл кітап поэмасына ұқсас шығармаларды атап өз пікірлеріңді дәлелдеңдер. Жоқ. Олар деген сияқты өздері табиғат таным тіршілігіне арқау болып қойылған. Жақсы, 20 ұпай беріледі. Келесі, негізгі бірақ идеясы жағынан сарындас бізге аққулар ұйықтағанда деген шығарма. Шапан ішеді деген де бар. Иә. Басқа адамның Көксерек те бар. Келесі, поэманың басқа жанрлардан ерекшелігі қандай? Табиғатта жойылып бара жатқан жануар. шумақтармен. Жақсы, поэманың ерекшелігі. Келесі екінші топқа тағы 20 ұпай береді. Соңғы үшінші сұрақ. Ақын адами қасиеттердің жоғалуын немен байланыстырады? Адами қасиеттер. Адамдар ағалып, жануарларды өлтіріп, мен олардың көрсетеді. Айтады көпшілік. Ұлттық Махаббатке өнер бар хайуанат жасаған қиянаттық бауырына жасаған қоғамсыздық деп айтады. Сонда Жақсы. 10 ұпай беріледі, иә? 20 ұпай бізге апай. Сонда бізде екінші топ басқалардан қарағанда 40 ұпай көбірек алда алған, иә? Келесі қандай нәрсе? Дастан, вообще сабаққа қатыспай жүрсің ғой. Бізге қатысқан Ансыз көре алмайсың.